Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаларыңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қалайсыздар, амансыздар ма? Я бүгін неге келе жатырық? Эфир жаққа. Жаным екеуміз костюм шалбарды алып алдым. Бүгін бұйыртса Ханзадан кім екенін анықтаймыз. Соны анықтап, медальді өзім тағу үшін келе жатырмын. Погода өте әдемі болып тұр. Құрметті оқырман, Қосылай Ханзадасы 2024 өз мәресіне жетті. Біздің енді 2024 жылғы Садәулет Ханзада деп атасаңыздар болады. Солай, дәл Нұрдәулеттің өзі 2023 жылғы Ханзада Нұрдәулеттің өзі өз қолымен бүгін табыстады. Мына бір төс белгіні деп көрсетіп қояйық енді. Төс белгіні осы үшін біраз еңбек төгілді, тер төгілді. Құттықтап кетіңіздер міндетті түрде Садәулетті. Енді Садәулеттің өзінің бағы басым болып тұр. Өзінің өнері бар, еңбегі бар, ұпай сандарының жоғарылығы бар. Жеңіп, әділ түрде өзінің үлкен рахмет айтам қолдаушы апаларыма, тәтелеріме, Аллах разы болсын. Осындай мүмкіндік сыйлаған редакция ұжымына және де жүргізушілерге, баршаңызға қолдап отырған, жаны шүберекке тиіп отырған барша бауырларыма үлкен рахмет айтам. Бүгін менің бабым мен бағым қатар келді, бірақ дегенмен жігіттердің барлығына үлкен рахмет айтам. Мүмкін ол жігіттер болмаса, мен бұндай қатты бір өнерге талпынбас едім деген сияқты ғой. Әр нәрсеге себепші, сол үшін Аллаға мыңда бір шүкір. Одан кейін баршаңызды жақсы көремін. I love you. Білмеймін, білесіз бе, сіз байқадыңыз ба, жоқ ба? Бірақ сізді бүгін Ханзада деп жариялағанда бір қыз өте қатты қуанды. Ол кадрға әлбетте ілінді. Көрдіңіз ба, өзіңіз байқадыңыз ба? Байқамадым. Міндетті түрде көріңіз, сосын ойланыңыз енді. Қосылай Ханзадасы 2024 анықталды. Албетте, ал біздің досымыз Садәулет. Мы очень рады. Вот мы до конца болели за тебя. Ты молодец. Большой молодец. Эми мен сүйгөнүм окшоп, Ханзадалыкты алдың. Эми Косулайыкта өзүңнүн хандыгыңды куур. Не? Біз болса үйгө кеттик. Азыр үйгө барып тамак жасаш керек. Күйөөмдүн курсагын тойгузуш керек.